Ассалаумағалейкум достар, сіздермен әрине мен тағы да Мұхаммед ТВ. Бүгін Free Fire'дан жаңа боттармен шайқас деген видеомызды түсіреміз. Және бүгін 89% боттармен шайқас. Демек бүгін тек қана адам өлтіру дегенде бот өлтіру. Соңында қарсыластарым адам болуы өте қызық болады деп ойлаймын. Адамдармен соңында кездесемін, өйткені соңында адамдар кездеседі. Және бір бот жүр дегенде бот емес, бот емес дептім, ол бот жүр. Мен оның аяғының сыбдырын естіп тұрмын, сыбдырын дауыс естіп ойнаймын. Өйткені маған нелерінің дауыстары естіледі, сіздерге естілмейді. Өйткені мен әне кетіп бара жатыр, әне кетті ақ қоям десең. Ой, бот құсап мен де ойнап жатырмын, енді кешіру жібересіздер деп өте ойлаймын. Өйткені мен бүгін бот болып ойнаймын. Видеомның аты солай, сондықтан бот болып ойнаймыз. Үсті басымыз бот болып кетіпті. Қағып сықшты. Демек, міне тұр, ол қасын барып атайын ба, жоқ. Қуып барып өлтірейін ба, не істейін, айтыңыздаршы. Мә саған, ой, чорт бот, бола бот десе. Ой, мұны қашып кетті ғой бір. Ой, бұл кет аматпай қыз. Кет амай қалды ғой. Бұда маған керекті заттар бар екен. Скар. Өзінің скарыма өте жақсы. Және де бүгін біз айтып тұрғандай боттармен шайқасамыз. Бұл жерден не қызық болады, алдыда көре жатарсыздар. Мен барынша тобаден алуға тырысамын. Өйткені сіздер үшін бәріне тырысып жүрген адамын. Осы канал ұнаса тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, және екінші рет басуды ұмытпаңыздар. Менің әр видеомды сіздер тамашалап отырасыздар. Демек, мен әрқашан жақсы видео түсіруге сіздер үшін ұмтылып, сіздерден күш алып видеомды жалғастыра беремін. Егер 5 лайк жинап берсеңіздер, екінші бөлім басталады. Екінші басқа ойындар ойнай бастаймын. Қандай ойын, соткада қандай ойын ойнау керек болады, сіздер айтып отырыңыздар. Мен сол ойынды ойнаймын. Оны астындағы неге жазып кетіңіздер, астында не бәле деуші дей. Комментария соғылған жазып кетіңіздер. Өйткені сіздердің әрбір нелеріңіз мен үшін маңызды. Өте маңызды. Сондықтан мен таңертең видео түсіріп жатқан соң есінеп тұрмын. Мінеке бір оқты тастап салдық, өйткені қазір стена керек болып қалса соны ала саламыз. Менде оқ жеткілікті. Менде өте оқ көп жеткілікті. Демек, деген сөзді мен көп айтып жүремін сіздерге. Өйткені мен кішкене демек деп қатты үйреніп қаптым. ютубқа сөйлеп қайта демек деп айта беремін. Олай айта берсем кешіріп жібересіздер деп ойлаймын. Мінекей, мен мұнда бір ананың осы автобус соның артына мина қойып кеткем. Өз минама өзім жарылып қалмайын, шетке қарай жүрейін. Так, қандай видео, қандай ойын ойнап, қандай видео түсіру керек екенін комментарийге жазып кетіңіздер. Мен сол ойынды қалтқысыз сіздердің әрбір комментарий
барыңыз, мен үшін маңызды. Подписаться деген кнопканы басып, маған қолдау көрсетіп жіберіңіздер. Өйткені мен жаңадан ашылған каналдардың бірімін. Так, мен жаңа бір өзіме ауылмайтын бір адам бірінші орында тұр. Менен аумайды, бірақ ол ақ кроссовка киген және көзәйнек тағып алған. Ал менде ұйықтайтын көзәйнек тағып алған, киіп алған және сары кроссовка киіп алған. Екеуміздің айырмашылығымыз сол ғана. Битімдей нәрсе. Әйтпесе егіздер болып қалушы едік, егіздер. Тура бірдей персонаж және бірдей. Және мінекей мына жақта маған прицел керек, прицел. Мінекей, так. Сіздер қандай видеоларды ұнатасыздар? Маған жазып кетіңіздер. Әрине соткада ойнайтын ойындар. Өйткені менде соткамен ғана түсіремін. Так. Ана жақтағы енді боттармен ойнағанда әрине не жинай береміз, пикқа барамыз дегендей. Пик жақта бір не жатыр екен, соны қазір ауыстырып келейік дегенде, ішін қарап келейік, не бар не жоқ дегенде. Мен сондай жақсы көремін кәдімгідей. Так. Авиафасылканы қарайық, пистолет алып алайық. Және пистолет қолды. Негізі пистолеттер әлгі көздейтін пистолетпен қарапайым атсаң, кәдімгідей 45 жанын кетіреді. 45 жаны, так. 45 жан деген кәдімгідей әйбет. Біздің мылтықтардан кәдімгідей әйбет. Ана кейбір мылтықтар олы АК-макыдан 2-3 есе әйбет. Олар ақылыр бір атамайтын сорлығы. Маған ең ұнамайтын мылтықтардың бірі. Деп балаларға ойнау бұрында кішкентай кезімізде ойнау жатық қой, мынандай бірдеңе болып жатқанда сол кездер қызық еді. Мен үшін әрине, қалғандар үшін білмеймін. Так, стена қойып алдық. Және ана біреусін өлтіріп, кезектестіріп боттарды өлтіріп. Ал хедшот сан. Қайдасың? Проны көрдім, тастың. Мына жердеген, сам. Аз қалды, өлмей қалуға. Аптечка дегендерді қолданылайық. Так. Аптечка. Ана жақтан атып жатыр бізге. Және қаптап жатыр өлген адамдардың өліктері. Көрдіңіздер ма? Ой, мен бір норм нәрсе шығам екенсен, мына бір дауыс шығармай ататынды алып алайық. Өйткені бізге қазір соның өте көп тиеді пайдасы. Өйткені мен кросса тауып алсам, енді мынаның біреусінің оғын жұмсаймыз да, және біреусін алып аламыз. Сонда аналар оқтап тұрады 2 сағат. Деп қубасаң, және бұның оғын бітіріп тастауға сәл-пәл қалды, сәл-пәл. Және осы бітті болды, 5 оқпен қалдырамыз. Және біз екінші мына пулеметімізді алып аламыз. Мінекей қорықтарыңыздар, оқ жоқ анада. Енді оны біреу алса, оған оқталайды, содан кейін оғы кетеді дегендей. Кәдімгідей уақыты кетеді. Бұл жерде 89% боттар және менімен қосқанда азғантай пайызы адамдар ойнап жатыр. Бұда 5 адам ғана ойнап жатырмыз әзір. 40-50 адамның ішінде 5 адам ғана не ойнап жатыр. Адамдар ойнап жатыр. Скар.
керек емес нәрселер. Мынаның бәрі өлген боттар. Өйткені бәрінде сковородка бар. Сковородка барларда бот деген сөз. Өйткені ода бүкіл қару-жарақ әлем нәрсе болады боттарда. Содан кейін олар ең басында бірақ қарумен жүгіріп қашып сөйтіп атысып шабысып кетеді. Соңына қарай боттарды ортасында негізі ортасында ма тағы бір бот қосады. Әлгі киім кешегі бар сондай. Ал бірақ қарумен жүріп атысатын боттарды ең басында парашютпен түскенде ғана қосады. Содан кейін тағы бір бот қосады деп ойлаймын. Өйткені солай айтқан маған. Мен ана біреу авиапосылкаларға барып нетіп келейін, ішін ашып келейін. Біз не табылмады. Немене дейін Гроза. Неменеге тісім демей қалды. Солай айтылады екен. Мынада снайперский авем бет сондай бір ойлай. Осына не деп айтушы еді, комментарийге жазып кетіңіздерші. Мен осының атын әйтеуір монстр деп атап кеттік. Білмеймін, әйтеуір көбісі монстр деп атап. Солай атап кеттік. Білмеймін қандай ат екен. Бұған демек 4 адам отыра алады. 4 адамдар бар. Бұл ең жақсысы тез өлтіреді, бірақ тез жүрмейді. Сондай қызық. Ана авиапосылканы біреу ашты. Жаңа ғана сары жанып тұрып еді. Сарысын жанбай қалды. Демек оны біреу ашты және снайперскийді алды. Мінекей тастың ар жағында Гроза болса екен. Гроза. Маған ұнайтын мылтық. Ұнайтын дегенде қазір оған көрінбей ататын ана бір сық етіп атады ғой, сондайды салып аламыз да шашамыз бар жаңа, шашып тастаймыз. Керек емес заттарды лақтырып тастаймыз. Салып аламыз. Ой, салынбай қалды, салып аламыз. Үстімде бронежилет жақсы, басымдағы бас киім онша емес, сумкам жақсы болды. Демек топ-1 алуға дайынбыз. Енді қатты сенімді емеспін топ-1 алуға, кәдімгідей қатты сенімді емеспін, бірақ барынша тырысып көремін. Өйткені менде өңкей недегі нәрселер ғой. Немене авиапосылкадан түскен нәрселер. Сондықтан мен жеңуім керек. Жаңасында дейін мен машина көтеріп кеттім. Не деген мақтылық мынау деп қуысың. Ол алдымнан келетініне сенімдімін. Өйткені ол жаңа авиапосылкадан қарап жатқан авиамды алып алды. Сондықтан мені бірақ етіп өлтіруі әбден мүмкін. Мына істені қойын ба дейді да қоймадым енді. Оған бірден көрді. Ойбу, ана қазір дәлдеп тұрып бастан кигізіп қалады ау. Кішкене қорқытып қойға атып. Атамыз. Маған 150 жанымда кетіп берді ол, және жақындап келе жатыр маған. Мына монстр мен қаға салайын десем, ол қызықсыз болып қалама деп ойлап жатырмын. Оның қолында қандай қару екен? Оның да қолында Гроза. Ойнама бала. Мінекей топ-1. Мінекей ең маңызды нені жасадық. Тапсырманы және лайктарыңызды аямай басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Аман сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Мұхаммед.